Сәлем достар, бүгін бізде шкафты жинаймыз. Енді бізде розовый партаны жинайтын боламыз. Бірінші сосын барып қара шкафты жинаймыз. Бірінші бізде ол ручкаларды және клейлерді реттестіріп алатын боламыз. Содан кейін барып оны орнына қойып зат істейтін боламыз. Сосын бізде бұл айна, бұл менікі емес. Әрине тұр мына жақта ол резиночка, тоже менікі. Потом блокнот, оны тартпаға салатын боламыз. Сосын барып бізде қара шкафты жинайтын боламыз. Достар, мен сіздерді жинайтынге әңгіме айтамын. Бірден айтқым келіп тұр, бірақ не айтарымды білмей отырмын сіздерге. Достар, біз қара шкафты жинайтын боламыз. Бұл бізде косметика жағатын кезде басқа тағып қоятын зат. Бұл бізде SPF, оны жазға бассейнге барғанда аламыз. Бұл жерде телефон құлап кетті. Ал енді бұл жерде мусорлар, қазір енді бұларды мусорға тастайын деп жатырмыз. Енді бізде қара шкафты, бұл бізде наушник, өтірік ойыншық наушник қой. Потом оны артқа қойып қоямыз да, потом өзіміз жинай береміз. Достар, осылай біз жайғастырып жатырмыз орын-орнына. Сосын жайғастырып болған қара шкафты жинайтын боламыз. Бұл бізде сағат 2:30-да. 2:30-да түсірдім мен. Қазір сағат 2:09 кетіп жатыр, потому что 3 болып қалды, сағат 3 болып қалды, достар. Енді бізде қара шкафты жинайтын боламыз. Осылай мен жинап қойдым. Енді бізде қара шкафты жинайтын боламыз. Бірінші біз телефонды тіретіп қояқ бұл жерге. Бірінші біз бір ақ коробканың ішін жинайтын боламыз. Себебі ақ коробканың іші кішкене жинаулы, бірақ сондықтан да жинайтын боламыз, достар. Достар, мен мына жерде бірдеңе істеп жатқан жерім. Бірдеңе істеп жатырық, потом енді істейтін боламыз. Ол затты істеп болдық. Істеп болған жоқ, біз енді бірдеңені жайғастырып жатырық. Осылай бірдеңе жайғастырып болдық. Енді бізде келесі шашбау осындай бізге берген балдар мектептегі, соны көрсетіп жатырмын. Потом оны қойдым бір шетке. Потом ақ коробканы жинайтын боламыз. Осылай ол телефон құлап кетті. Ақ коробканың ішінде тек аз зат қана бар. Себебі осындай екі крем бар, крабик бар, потом клей бар болды. Осындай заттар бар. Сосын мен оның ішіне мектепке тағатын бантигімді салып қойдым, себебі жинақы тұрсын деп. Өте жинақы тұрады заттар. Осылай салып қойып жатқан жерім. Мен заттым бантигімді, ол сабақтың каникулын бітеуіне 9 күн қалды, достар. 30-на басталады. 30-на басталады сабақ деген. Себебі бірдеңе айтып жатырмын, ойыма келген бәрін айтып жатырмын, достар. Себебі бірдеңе айтып жатырмын. Енді бізде коробканы жинайтын боламыз. Оны телефонды басқа жерге тіреп қойдық. Шашбауды тағы бір шетке қойып қойдық ақ коробканың ішіне. Енді бізде розовый коробканың ішін жинайтын боламыз. Ең бірінші бізде осындай ободок, потом мен навозға таққан осындай заттар жасаттым. Сосын осындай сумочка, қара кішкентай алматы лагерге ұстаймын деп ұстамадым. Себебі ол құрттай, сондықтан мен басқа сумканы ұстадым. Күшті негізінде, бірақ ол деген кішкентай заттарды салуға арналған сумочка. Мен олар осындай
тарақ, оны бір жерге қойып қойдым да, потом енді біз осындай органайзерлерді жинайтын боламыз. Енді бірінші осындай бізде су, спри, короче, ішінде әшейін суы, әшейін су, осындай заколка, крабик, осындай қайшылар көрсетуге болмайды, тек осы басын ғана көрсетеміз. Осындай духи, сосын потом осындай духи, екі духиім бар. Мен екі духи дейінде бір косметиканың ішінде бір духи бар. Сосын өзімде бір духи бар, менде 4 духи бар. Осындай невидимкалар. Сосын енді орын-орнына оларды жайғастыратын боламыз. Орын-орнына жайғастырып жатырмын. Осындай бізде карта бар. Менде оны дұрыстап көрсетпедім, себебі ол менде дұрыс жиналып тұрғаны жоқ. Кешіріңдер, дұрыс жиналып тұрған жоқ. Келесі жолы жинап қоямын дұрыстап, достар. Осындай сприді мен тағы да сеуіп жатырмын. Енді сосын оны орнына қойып қоямыз. Орнына қойып қойдық та, потом ана тартпағаны көрсетпей қойдым. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Ол заттарды мен челлендж түсіргенде көрсетемін, достар. Енді бізде осындай сприді партам қара шкафқа себебімізді, потом оны сүртетін боламыз, достар. Ол тазалап тұру үшін, себебі оның үсті кір болып жатыр. Күшті болады сияқты менің ойымша. Всем пока. Осымен видео бітті, аяқталды. Достар, енді лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Всем пока.